Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі командық вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Пән: жылжымалы құрамның электрлік машиналары. Оқытушы: Жұмагелдинова Әсел Кәдіржан қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электростанцияларының негізгі жабдығы және жалпы мәліметтер. Жоспар: бу қазандары, турбиналар, синхронды генераторлар және күштік трансформаторлар. Электростанциялардың негізгі жабдықтарына бізде бу қазандары, жылу электростанциялары үшін турбиналар, генераторлар және трансформаторлар кіреді. Жылу конденсациялық электростанциясының технологиялық процесінің сұлбасы көрсетілген. Бұл жерде бізде будың келуі, ауаның берілуі, көмірдің жануы және көмірдің жанған өнімдерінің түсуі көрсетілген. Бу қазаны органикалық отынның жанғанында бөлінетін жылуды пайдалану жолымен қазанға үздіксіз келетін қорек судан буды алу үшін қыздыру беттерінің жүйесі бар құрылғы. Бу қазандары бізде екі типке бөлінеді: барабанды және түзу ағатын. Біз екі сұлбаға қарасақ, бұл жерде бізде айналу еріксіз барабанды қазанда судың айналуы көрсетілген және түзу ағатын қазандағы судың айналуы көрсетілген. Турбина сөзінің анықтамасына келетін болсақ, турбо құйын, айналу деген сөзді білдіреді. Келтірілген жұмыс денесінің бу, газ, су көмегімен кинетикалық энергияны механикалық жұмысқа түрлендіретін жұмыс органының, яғни ротордың айналатын қозғалысы бар қозғалтқышты айтамыз. Қарапайым жұмыс турбинасының сұлбасы. Турбина бізде екі негізгі бөліктен тұрады. Бірінші бөлік қалақшалы бар ротор турбинасының жылжымалы бөлігі, екінші бөлік түзетуші аппараты бар статор. Ол яғни бізде жылжымайтын бөлігі. Турбинаның су жүретін бөлігінде саңылау қалдыру. Келесі сұлбаға өтетін болсақ, бізде бұл жерде зауыттың жұмыс стендіндегі қуаты 3 цилиндрлі турбина көрсетілген. Роторды цилиндрге жайғастыру. Газ турбинасы бұл әсері үзіліссіз қозғалтқыш. Оның қалақша аппаратында қысылған және немесе қызған газдың энергиясы біліктегі механикалық жұмысқа түрленеді. Отын турбинасының сыртында немесе ішінде жануы мүмкін болады. Газ турбиналары. Бу турбинасы дегеніміз, бу энергиясы механикалық жұмысқа түрленетін жылу қозғалтқышы. Бу турбинасының қалақтық аппаратында қысылған және қызған су буының потенциалды энергиясы кинетикалық энергияға түрленеді. Гидротурбина судың механикалық энергиясын айналатын біліктің энергиясына түрлендіретін гидравликалық турбина. Су турбинасы ротациялық қозғалтқыш. Келесі слайдымызда біз қысқаша генераторлар жайлы айтып өтеміз. Электр генераторы дегеніміз механикалық энергияны электрлікке түрлендіретін құрылғы. Қарасақ, бұл жерде бізде Фарадей дискі және 20 ғасырдың басындағы электрогенераторлар көрсетілген. Ал енді синхронды машина, синхронды генераторға келетін болсақ, бұл роторының айналу жиілігі ауа саңылауындағы магнит өрісінің айналу жиілігіне тең айнымалы токтың электр машиналары болып келеді. Синхронды генератор роторының орамдары бөлек генераторлардан, яғни қоздырғыштан тұрақты токпен қоректенеді. Синхронды генераторлар
Ротор айналғанда оның магнит өрісі статордың 3 фазалық орамында айнымалы электр қозғаушы күшін тудырады. Турбогенератордың қиыстырмасы, яғни турбогенератордың құрылысын қарайтын болсақ, шығаратын өзек, отын инжекторы, жану камерасы, турбина, компрессор, ауа әйгөлектері, ауа соратын өңеш, генератордың салқындату қабырғалары және генератордан тұратынын көре аламыз. Келесі біздің қарастыратын электрлік машинаның аты трансформатор. Трансформаторды ағылшын физигі Майкл Фарадей 1831 жылы ойлап тапқан. Трансформатор осы кездегі электроэнергиялық жүйелердің басты элементтерінің бірі болып табылады. Трансформатор латын сөзінен алғанда түрлендіру. Бұл айнымалы тоқ пен кернеуді түрлендіретін құрылғы болып есептелінеді. Трансформаторлардың ішіндегі күштік трансформаторларға тоқталатын болсақ, электростанцияларда және қосалқы станцияларда орнатылған күштік трансформаторлар электр энергияны бір кернеуді басқаға түрлендіруге арналған. Трансформаторларды 3 фазалық, 1 фазалық және 2-3 орамдық етіп шығарады. Қарапайым күштік трансформатор ферромагниттік материалдан жасалған. Магниттік өткізгіш өзекшеден, яғни қаңылтыр электротехникалық болат және магниттік өткізгіштің сырықтарында орналасқан 2 орамнан тұрады. Трансформаторлардың негізгі параметрлері: бірінші номиналды қуаты, екінші номиналды кернеуі, үшінші номиналды тоғы, 4 қысқа тұйықтау кернеуі, 5 бос жүріс тоғы, 6 бос жүріс және қысқа тұйықтау шығындары болып келеді. Трансформаторлардың келесі түрі автотрансформатор. Автотрансформатор деп 2 немесе одан да көп орамдары гальваникалық байланысқан ортақ бөлігі бар трансформаторларды айтамыз. Автотрансформаторлардың құндылықтары: біріншіден, мыстың, болаттың және оқшаулама материалдарының аз шығыны және сол қуаттағы трансформаторлардан арзандығы. Екіншіден, аз массасы және ауқымы үлкен қуаттағы трансформаторларды жасауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, автотрансформаторлардың шығындары аз және пәк үлкен. Төртіншіден, салқындату шарттары жақсы. Енді автотрансформаторлардың кемшіліктеріне келетін болсақ, біріншіден, кернеуді реттеудің күнделігі. Екіншіден, орамдардың электр байланысы есебінен атмосфералық асқын кернеулердің бір орамынан екіншіге өту қаупі бар болғандықтан. Бақылау сұрақтары: электростанциялардың қандай негізгі жабдықтарын білесіз? Екінші, синхронды генератор дегеніміз не? Үшінші, қандай трансформаторлар электростанцияларда қолданылады? Төртінші, трансформаторларды не үшін пайдаланылады? Осы бақылау сұрақтарына сүйене отырып конспект жазу. Бұл бізге берілетін үй жұмысы. Сау болыңыздар.